Мен тышқы ішлер назерлігі Русиядан Павло Грипп үшін чықарылған қанунсыз үкімінің ләғу етілмесіні талап етті. Идаре қати наразылық білдірді. Русия Украины яқалап ве она тіби ярдым көстермейіп, қабат арзда халқара құқы қайделеріні бозды. Тышқы ішлер назерлігінде қайды тілерке Павло Грипп тіби бақынуға авета девелевге мұқтаждыр. О этапы төлівге даянып оламаз. Русияның Ростов-на-Дону шәріндегі Шимали Кавказ бөлгесінің Арби mahkemesi мартның 22-сінде Русиялі Татьяна Ярышеваны террор әлеміне мечбур етуінен қабатланған Украин саяси мобесі Павло Гриппны 6 ел апеш жазасына mahkum etті. Бұл mahkumiyet мүддеттіні прокуратура істеді, громадске білдіргеніне көре үкіміні mahkemеде бірқачда қайчынды илян еткен. Адвокат Марина Дубровина и мае тарафы енді қысқа истинав бергеніні ве толу шекеетіні азырламақта олғаныны білдірді. Үкім илян етілген сон саяси мобес ачылық илян етті. Это голодовка. Бу ачылық үкімнен бағлы дегіл, сағлық алындан себеп. Аңлаймызке кяғытта язылған ве керек олғаны асла қықат дегіл. Ветуневын mahkeme залана келген әке мұйым бір шей айтты ке, сіз оны хастаханеге етқызмақ үшін мана рұқсет бермейсіз.